Жансарбаев атындағы орта мектептің биология пәні мұғалімі Рустемова Нұргүл Ақылбекқызы. Бүгін мен сіздерге 8-ші сынып бойынша сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы, сүйектің химиялық құрамы тақырыбында өз іс тәжірибеммен бөліскелі отырмын. Келесі еске түсіру айдары бойынша Learning Apps платформасымен сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Жаңа таратылған стикер бойынша кімде көк стикер, сол оқушылар шығып тапсырманы кезек-кезегімен орындайды. Көтереміз стикерді. Омыртқа сүйегі. Тамаша. Жамбас сүйегі. Өте дұрыс. Маңдай сүйегі. Қошемет. Бұғана сүйегі. Керемет. Тізе қақпағы. Қабан баспай сүйектер. Безік алақан саусақ сүйектері. Қиымтақ сүйегі. Жарайсың ары. Келесі оқушы Манас. Орта жілік сүйегі. Тамаша. Келесі оқушы бізде еріктілеу. Жауырын сүйегі. Жарайсыңдар, балалар тақырыпты жақсы меңгерді. Тамаша, жарайсың сырым. Тақтаға назар аударыңдар, суретте не көріп тұрсыңдар, не байқап тұрсыңдар. Ойды ортаға саламыз. Гимнастикамен асан қыздар жас балаларды, қат әжелерді. Жақсы. Тамаша, сырым. Жас баланың қатты жейтін қысылқанын көрдіңіз. Еркілеу. Адам жасы үлкейген сайын икемділігінің азайғанын көрді. Ол неге байланысты деп ойлайсыздар балалар? Яғни балалар жас ұлғайған сайын адамның сүйегі қатаяды, серпімділік қасиеті азаяды, жас өспірім шақта сүйек икемділігі жоғары болады. Ол неге байланысты деп ойлайсыңдар? Ол неге байланысты деп ойлайсыңдар? Сүйектің құрамына, Жақсы. Және құрылысына. өте жақсы шұғыла сүйектің құрамына және сүйектің құрылысына. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы, сүйектің химиялық құрамы. Оқу мақсаты сүйектің химиялық құрамын, макро және микроскопиялық құрылысын зерттеу. Келесі кезекте Learning Apps платформасымен дұрыс сөзін тапсырмасын орындаймыз. Бұл жерде дұрыс сөз таңдау арқылы суретке сәйкестендіресіңдер. Енді қазіргі кезекте қызыл стикер алған оқушылар тақтаға шығады. Келе ғой, Нұрай. Бұл жерде эпифиз болады. Жақсы. Келесі сырым. Бұл жерде диафиз болады. Өте жақсы. 7-ші номердегі сүйек қабы. Сүйектің бұл бөлігі сүйектің сары кемігі. Өте жақсы. Сүйектің сары кемігі. Келесі оқушы. 5-ші номерде орталық өзек. Орталық өзек. Керемет. Бар ма тағы да шыққан келуші оқушыларға? 3-ші номерде сүйектің кемік заты. Тамаша. Келесі тағы да бізде болды, балалар? Жоқ, біреу қалып қалды ғой бізде. Мына белгі не болады екен? Қараймыз. Сүйектің тығыз заты. Келе ғой, Нұрай. Сүйектің тығыз заты. Енді қаншалықты дұрыс орындадыңдар? Құс қанатын басу арқылы білеміз. Тамаша, тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Органикалық және минералды заттардың маңызын қарапайым тәжірибе жасап оңай түсіндіруге болады. Егер сүйекті ұзақ уақыт қыздырса, құрамындағы су буланып органикалық заттары жанады. Ал баяу қыздырса, сүйек өз пішінін сақтап, морт болып бейорганикалық заттардан тұратын майда бөлікке үгілуі мүмкін. Бейорганикалық заттар сүйекке қаттылық, беріктік,
қасиет береді. Егер сүйекті тұз қышқылының 10% кесіндісіне салса, кальций тұздары ериді де сүйек шиыршықтауға, түйіндеуге келетіндей иілгіш болады. Ал ерітіндіден алса, бұрынғы қалпына келеді. Демек, органикалық заттар сүйекке иілгіш, созылғыш қасиет береді. Балалар, барыңыз биологиялық зертханалық жұмыс дәптерін аламыз. Сол жердегі 16-шы бетте сүйектің химиялық құрамының демонстрация жұмыс барысын біз QSIS платформасы арқылы орындаймыз. Тақта қараймыз. Дайынсыңдар ғой? Жақсы. Іске сәт. Жаңа тест жұмысымыздың қорытындысы шықты. Қай оқушы қандай сұрақтан қате жібергеніне талдау жасайық. Мысалға, сүйек қапта орналасады. Бізде екі оқушы қате жауап берген. Ол нақты жауабы болады. Қан тамырлары орналасады және жүйке ұштары, яғни рецепторлар дейміз. Келесі сұрақ: адам ағзасына астель нәруызы не үшін керек? Ол сүйектің серпімділігіне және иілгіштігіне жауап беретін нәруыз. Жақсы. Ал енді балалар, келесі кезекте hot potatoes, яғни ыстық картоп платформасы бойынша кроссворд шешеміз, яғни сөз жұмбақ. Енді тексер батырмасын басамыз. Келесі сұрағымыз сүйек нәруызы. Жауабы арай. Теріп жаза қой. Тексере ғой жауабы басып. Тамаша, қате жоқ екен. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында QSIS платформасындағы тест тапсырмасын орындаймыз. Іске сәт. Бастаймыз. Жауап берді. Екінші орында бізде Арай, үшінші орында Еркежан мен Нұрай. Құттықтаймыз. Тамаша. Google Form платформасы арқылы
кері байланыс орнатамыз. Жіберілген ссылка бойынша жауаптарды жібере қойыңдар.